Сәлеметсіздер ме? Қазақ әдебиеті пәні бойынша жаңартылған оқу бағдарламасы тек пәндік білім мен білікке ғана емес, сонымен қатар кең ауқымды дағдылардың қалыптасуына бағытталғаны оның ерекше өзгешелігі болып табылады. Оқыту мақсаттарының құрастырылған жүйесі, білімді функционалдық және шығармашылық қолдану, сын тұрғысынан ойлау, зерттеу жұмыстарын жүргізу, ақпараттық коммуникациялық технологияларды пайдалану, қарым-қатынас жасаудың түрлі тәсілдерін қолдану, топпен және жеке жұмыс істей алу, мәселелерді шешу және шешімдер қабылдау сияқты кең ауқымды дағдыларды дамытуға негіз болады. Кең ауқымды дағдылар оқушының мектептегі білім алу тәжірибесінде де, келешекте мектепті бітіргеннен кейін де жетістігінің кепілі болып табылады. Қазақ әдебиеті пәндік білім мазмұны мынадай бөлімдерге бөлінген: түсіну және жауап беру, анализ және интерпретация, бағалау және салыстыру. Сонымен қатар, дағдыларды қалыптастыруға бағытталған оқу мақсаттарынан тұрады. Бағалау және салыстыру дағдысына негізделген оқу мақсаттары мыналар: тарихи және көркемдік құндылығы, заманауилығы мен жаңашылдығы, әдеби эссе, әдеби сын. 5-ші сыныптың оқу бағдарламасында бағалау және салыстыру дағдысы бойынша оқырманның рухани дүниесіне шығарманың әсерін талдай отырып, сыни хабарлама жазу деген оқыту мақсаты берілген. Тырымбай Нұрмағамбетовтің анасын сағынған бала әңгімесі арқылы осы оқыту мақсатын сабақ барысында қалай жүзеге асыруға болатынын қарастырып көрейік. Алдымен, Нұрмағамбетовтің анасын сағынған бала әңгімесін оқытуды талқыламас бұрын сыни ойлау сабағының құрылымын еске түсірейік. Сыни ойлау сабағының құрылымдық формуласы 3 кезеңнен тұрады. Бірінші, қызығушылығын ояту, көпір жасау, ой қозғау. Қызу оқу жұмысымен шұғылдануға қызығушылықтың оянуы. Бұл кезеңде мұғалім бұрынғы білетін білімдерін жаңа материалмен ұштастыруға жағдай жасайды. Сабақтың мазмұнына сай алынған стратегиялар арқылы оқушылардың белсенділігі, ынта-жігері артады. Бұл кезеңде мұғалім жаңа ақпаратты таныстырып, тақырып бойынша жұмыс жасауға итермелейді. Таңдап алынған стратегияларға байланысты өз бетімен білім алуға көмектеседі. Мағынаны тану, оқып жатқан тақырыптардың қажеттігін түсіну. Мағынаны тану кезеңі негізгі кезең, сондықтан оқылып жатқан материалдың қажеттілігін түсіндіреді. Ой толғаныс, рефлексия, жаңа білім құрастырылады. Тұжырымға келу, қорытындылау, жаңа білімді бекіту. Оқушылар осы кезеңде өз шығармашылықтарын көрсете алады. Өзіне және сыныптастарына сын көзбен қарайды. Өздерін бағалайды, оқып, білгендерін таразылайды. Енді Тынымбай Нұрмағамбетовтің анасын сағынған бала әңгімесін оқытуды қарастырып көрейік. Шығарманы оқып, толық талдау жасап болғаннан кейін, анасының хабарын күткен Сержанның бойына қандай сезімдерді байқадыңыз деген сұрақ талқыланады. Осыдан кейін олар жоспар құрып, мынадай сұрақтардың жауабы ретінде алғашқы жазба жұмыстарын дайындайды. Жазушы ана мен бала арасындағы қарым-қатынасты қалай бейнелейді? Сендер ананың қасиеттерін, баланың көзқарасын талқылауларың қажет. Өз жауаптарыңды негіздеу мақсатында әңгіме мазмұнында кездесетін сөздер мен сөйлемдерге сілтеме жасаңыз. Оқушылар жауаптарын сыни хабарлама ретінде жазады. Оқырман ретінде оқушы жан дүниесіне шығарманың әсері қандай болды, әңгімеден қандай қорытынды жасады, өмірде мұндай жағдаяттар кездесе ме, осы мәселелер сыни хабарлама мазмұнында қамтылғаны дұрыс. Мұғалімнің ең басты міндеті пән мазмұнын меңгеру
және оқу мақсаттарына қол жеткізу процесінде оқушылардың ақпараттық коммуникациялық технологияларды, атап айтсақ, қажетті ақпаратты іздеу, өңдей алу, құру және көрсету, ақпараттар және идеялармен алмасу үшін бірлесіп әрекет ету, жабдықтар мен қосымшаларды кең ауқымда қолдану арқылы өз жұмысын бағалау және жетілдіру сияқты дағдыларын дамыту үшін алғышарттар мен жағдайлар жасау. Сау болыңыздар.